20 есеп 6 балл беретін есеп. Катер өзен ағысына қарсы 75 км және ағыспен 75 км жүзді. Ағысқа қарсы және ағыспен. Бұл есепте біз ағыстың жылдамдығын міндетті түрде ескереміз деген сөз шығару барысында. Барлық жолға тынық судағы 80 км жүзгенде кеткен уақыттан 2 есе көп уақыт жұмсады. Егер ағыстың жылдамдығы 5 км сағатына болса, катердің меншікті жылдамдығын табыңыз. Меншікті жылдамдық деген не? Меншікті жылдамдық дегеніміз ол катердің өзінің жылдамдығы деген сөз. Ағыспен жүргенде емес, ағысқа қарсы жүргенде емес, кәдімгі тынық судағы жылдамдығы қандай дегенді білдіреді. Ал бізге белгілі нәрсе. Бірден келісіп алайық. Өзен ағысына қарсы дегенде бізде 1 деген индекспен жазылсын. Мысалы, S1 деген сияқты. S1 бұл 75 километр. Мына жерге жазып қояйыншы, 1 деген индекс қарсы болғанда болады бізде қазір. Төменде 2 деген индекс бұл ағыспен жүргендегі. Так, ары қарай. Ағыспен 75 километр жүзді. S2. Сол жолды қайтан артқа жүрген ғой. 75 километр. Барлық жолға тынық судағы 80 километр жүзгендегі кеткен уақыттан 2 есе көп уақыт жұмсады дейді. Барлық жолға, енді ол бара жатқанда Т1 деген уақыт жұмсаса, сосын артқа қайтқанда басқа уақыт жұмсайды ғой енді сол жолға. Бірақ басқа уақыт жұмсайды, өйткені ол ағыспен жүреді уже артқа. Т2 осы екеуін қосқанда не шығады дейді? Барлық жолға тынық судағы 80 километр жүзгенде кеткен уақыттан 2 есе көп уақыт жұмсалады. Тынық судағы 80 километр жүзгендегі уақыт ол қанша? Жалпы уақыттың формуласы Т тең S бөлінген В. Енді бізге айтып тұр, осындай тынық суда егер ол 80 километрді жүретін болса, қандай да бір уақытта. Енді бұл жерде тыны табу үшін 80-ді біз жылдамдыққа бөлеміз ғой, а катердің жылдамдығы бізге белгісіз. Сондықтан мен В деп солай қалдырып тұрмын. Егер осыншама уақыт жұмсайтын болса, ал барлық жолға дейді ол осыдан 2 есе көп уақыт жұмсады. Демек, мен осы мәнді, мынау 80 бөлінген В дегенді 2-ге көбейту керекпін. Содан 2 есе көп уақыт жұмсады дейді. 2 есе көп. 2-ге көбейтем ғой. Сонда бұл жерде 160 бөлінген В шығады. Олай болса, Т1 қосу Т2, неге Т1 қосу Т2 барлық жолға деп тұр. 160 бөлінген В болады. Егер ағыстың жылдамдығы 5 км сағатына болса, В ағыстықы 5 км сағатына. Катердің меншікті жылдамдығын табыңыз. Меншікті жылдамдық, мана есептің басында айттым, ол катердің өзінің жылдамдығы. Өзінің жылдамдығы деген, яғни В. Оған ағыс әсер етпегендегі жылдамдық, басқаша айтқанда. Біз соны іздеу керекпіз. Осындай есептер болады ғой, арасында уақытқа көп мән беретін. Андай екеуін уақыттардың қосындысы, немесе барлық жолға осыншама кетті, или бара жатқандағы уақыт, келе жатқан уақыттан 3 сағат кем, немесе 3 сағат артық, сондай уақыттарды салыстырып тұрған есептерде міндетті түрде уақыттарын өрнектеп алып теңдеу құру керек. Т1 мен Т2-ні өрнек арқылы жазып, соған қатысты теңдеу құрастырылады. Олай болса, ол қалай деген сөз, ол қалай біз Т1 мен Т2-ні өрнектеп аламыз деген. Балалар, Т деген ол S бөлінген В. Уақыт деген ол жүрген жолды жылдамдыққа бөлу. Енді Т1 онда сәйкесінше S1 бөлінген В1. S1 біздің жағдайымызда 75. Бөлеміз оны В1-ге. В1 ол, біз мана айттық қой, В1 ол ендеше өзен ағысына қарсы жүзгендегі жылдамдық. Қарсы жүзгенде катердің жылдамдығынан біз азайтамыз өзен ағысының жылдамдығын. Өйткені ол ағысқа қарсы жүзгендіктен ағыс оған кедергі жасайды ғой. Т2-ні дәл солай жазатын болсам, ол S2 бөлінген В2 болады. S2 менде 75 километр есептің шарты бойынша.
2 деп біз нені белгілейміз? Ағыспен жүргенде. Енді ағыспен жүргенде катердің жылдамдығына ағыстың жылдамдығы қосылады. Яғни ағыспен жүргенде оның жылдамдығы артады. Осыны ескеріп барып, мен мана жазған өрнекті қолданып теңдеу құрастырамын. Мына жерге өрнекті қайтадан жазып қояйын енді. Т1 қосу Т2 тең 160 бөлінген В деп. Т1-ді жаңа ғана өрнектедім ғой, ол 75 бөлінген В минус 5. Қосу Т2-ның орнына жазатыным 75 бөлінген В плюс 5. А ол тең 160 бөлінген В-ға. Осы жерден, яғни осы теңдеуден мен қазір В-ны тауып алу керекпін ғой, өйткені біз В-ны іздеп жатырмыз ғой. В деген ол катердің меншікті жылдамдығы. Енді мына теңдеудің түрі жаман болғанмен ол оңай шешіледі. Бұл жерде просто біз ортақ бөлімге келтіреміз, сол жағын. Сол жағын ортақ бөлімі В минус 5, В плюс 5 болады. Толықтауыш көбейткіштерін береміз. Мынаған В плюс 5, екінші бөлшекке В минус 5. Оң жағын қозғамай, солай тұра берсін. Онда болады 75, онда көбейтілген В плюс 5, плюс 75 көбейтілген В минус 5. Оң жағын қозғамайын, ол 160 бөлінген В болып қалады. Енді жақшаларды ашып жіберуге болады, әрине. Сонда қалай болады? 75 В плюс 375. Былай көбейтіп жатырмын. Плюс келесі 75 В минус 375. Бөлімінде бұл қысқаша көбейту формуласына келіп тұр. А минус Б, А плюс Б. Екі өрнектің квадраттарына айырма, яғни А квадрат минус Б квадрат, олай болса В квадрат минус 5-тің квадраты, ол 25. Тең болады 160 бөлінген В. Осы жерден плюс 375 пен минус 375 жойылады. 75 В қосу 75 В 150 В болады. Бөлінген, бөлімі солай қала берсін, В квадрат минус 25 тең 160 бөлінген В. Кішкене бізде өрнек теңдеу, даже өрнек емес, теңдеу бізде ықшамдалды. Осы теңдеуді ары қарай қалай шешеміз? Бұл жерде пропорция негізгі қасиетін қолданамыз, бірақ мен ескеретінім, бұның бөліміндегі В, яғни айнымалы бар. Сол себепті біз білеміз, В ешқашан тең болмайды нөлге, өйткені бөлімі нөлге тең болмау керек. Сосын В ешқашан тең болмайды плюс минус 5-ке. Өйткені 5-ке тең болса, 5-дің квадраты 25, азайту 25 болып кетеді 0. Бөлімі 0 болмау керек қой, басқаша айтқанда. Қазір мен осыны шешем, осы түбірлеу шықса, оларды алып тастаймын. Енді пропорция негізі қасиеті бойынша былай екеуін көбейте салам ғой. Сонда менде шығады 160. Мұнда В квадрат минус 25 тең, мына екеуін көбейткенде 150 В көбейту В десен, 150 В квадрат. Так, сразу мына жерде 10-ға бөліп тастайын. 160-ты 10-ға бөлем 16. В квадрат минус 25 тең 150-ді 10-ға бөлем 15 В квадрат. Жақшаны ашайын, 16 В квадрат минус 16-ны көбейтемін 25-ке. 16-ны 25-ке көбейтем, бізде шығады 400. Тең болады 15 В квадрат. 15 В квадратты көшіріп алып келейін, таңбасы минус болып келеді. Минус 400-ді керісінше оң жаққа жіберейін, плюс 400 болып барады. Ана жерде В квадрат ұмытып кеттім. 16 В квадрат минус 15 В квадрат тең болады 400. Осы жерден 1 В квадрат қалады, немесе жай ғана В квадрат тең 400-ге. Қандай санның квадраты 400-ге тең? 20 және минус 20. Осында екі түбір шығады. Мынау плюс минус 5, 0 деген шыққан жоқ. Бұлар бізге егер шығып қалса, біз алмайтын едік, иә? Бірақ бұл бізде В дегеніміз не? В дегеніміз катердің жылдамдығы. Енді катердің жылдамдығы минус 20 км сағатына бола алмайды, жалпы жылдамдық теріс санмен ешқашан берілмейді. Сондықтан біздің алатынымыз тек қана осы вариант болады, В тең 20.
Біздің іздегенімізде осы меншікті жылдамдық болатын. Жауабы меншікті жылдамдығы катердің тең 20 км сағатына.